Тегіс жерде шалынып жүретін адам көрсек, тұсауы кесілмеген болар деп жатамыз. Яғни бар сал жоралғысы сақталып, тұсауы кесілген бала келешекте сүрінбей, жығылмай өмір сүреді деген наным бар. Ежелден келе жатқан салтты біз қазір сақтай алып жүрміз бе? Тұсаукесер салты тақырыбы бағдарламамыздың осы санына арқау болып отыр. Бұл Пендеміз ғой ток-шоуы. Сіздермен бірге мен Олжас Сайлаубекұлы, армысыздар. Студияда қонақтарымызға жалпы сұрақ, тұсауы кесілмеген бала шалынып жүреді дейді. Мысалы, менің бір танысым болған, спорт залда кәнігі ойнап жүреміз, мектеп жасында. Тегіс жерде шалынып жүретін. Кейін оған айтамыз, сен тұсауың кесілмеген шығар десек, жоқ, менің тұсауым кесілген дейді. Сонда ол тұсау кесілген, кесілмегенге байланысты нәрсе ме? Сүріншек адам кессе, сөйтіп жығыла береді. Соны бізде де болған сондай. Содан кейін оны алды да бір жүгіретін спортсмен баламна сияқты жас балаларға кестіріп еді, қазір жүгіріп жүр. Ондай да болады енді. Қайтара кесуге бола ма? Болады. Біздің бір туысқанымызды солай істеді. Тұсау кескен кезде біз қазақ ырымда бір елге танымалы, бір мықты, біраз өмірді көрген кісілер кестіреміз. Мысалы, қазір көбінесе Қазақстанда көп адамдар Қазақстанның әнші жұлдыздарын кестіруге тырысады. Неге өйткені ол кісілер телевизордан түспейді, халықтың алдында жүрген сыйлы кісілер болғаннан кейін баламызға осы кісілердің жолын берсін, сондай ырыммен жасайды. Негізінде қазақтың мұсылманның баласының тұсауын 3 рет кесуге болады. Бір жастан асып балдар жүрмей қалады кейде. От сол балдар апарып тұсауын кестіреді. О бала сол кестірген күннен бастап бала жүреді. Мына үлкен кісілердің жолын берсін деп сөйтіп кестіреді. Оның мағынасы сондай. Олар жастарға кестірмейді еш уақытта. Үлкен кісілерге кестіреді. Үлкен кісі кесу керек. Үлкен кісілер кеседі. Біздің өз уақытымызда сондай болды. Егер бір жастан асқан бала жүріп кетсе, сүрінбей шалынбай, 10 күн кеспей қоюға бола ма? Қалай ойлайсыздар? Мысалы, мен 11 бала тудым ба, мен 11 баланың тұсауын кестірген емеспін. Ешқайсысы шалынып құлап атқан жоқ. Ешқайсысы құлаған жоқ, шалынған да жоқ. Жүріп жатыр бәрі, Құдайға шүкір. Кейде мынандай оқиға болады. Мысалға, менің өзіме 80-ші жылы бір тойда жүргенде, Қарағымда Жапақ деген жерде жүргенде, жаңа тәпіл-тәпіл басып жүрген бір қайнағамыздың жиенін алып келді. Ай, осы сен құсап, осы көпшілікті топты жарып жүрсің, тұсауын кеспеші, осы бір-екі басып бір деп, мысалға. Сонда, сол кезде менде, ол кезде іштеме жоқ бұндай, жаңағы негізі ала жіпті аттама деген қазақтың дәстүрі бойынша, сол жерден отыра қалбай деген ақ жіппенен қара жүнді, ақ жіппен қара жүнді есіп, сөйтіп, тұсауын кесіп, сол жерде, сол өзі тойға жүріп атқан, соның марапаттап, сөйтіп, батамызды беріп, құтты болсынымызды айтып сөйттік мысалға. Кей адам өзі, сен айналайын, мен балам тұсауын кесіп берші, я болмаса үлкен кісі болса да, жас болса да, біздерге айтады енді, әже, я апа, сіз мен бір немеремді, я сондай сіңілім баласын тұсауын кесіп беріңізші деп өтініш қылады. Енді әркім өзінің көңілі біледі енді сондай. Арасында сіз кескен балаларды көрдіңіз бе? Олар шауып кетті, қазір жағдайлары қалай? Ол міндетті түрде шауып кетеді. Енді Алла тағаланың берген баласы тұсау кеспесе де жүреді ғой ол. Ол Алланың құдіреті. Енді бұл бірақ дәстүр ғой, әдет ғұрып мұсылман халқына. Ислам дінінде мұсылманда баланың тұсауын кесу міндет емес. Бұл біздің қазақы дәстүріміз, салтымыз ежелден келатқан. Бірақ тұсауы кесілмеген Совет үкіметінің тұсында өмір сүрдік. Сол кезде тұсауы кесілмеген балалар көп. Одан олар ешқандай кем болып қалған жоқ. Ешкімнен өмірлері жаман болған жоқ. Бірақ негізінде қазір біздің салт дәстүріміз қайтадан жаңғырып жатқан кезде, тәуелсіздік алған кезде, ол енді мынау тұсау кесу, барлық қазақша дәстүрлерді орындау, конечно, ата-ананың міндеті. Енді ол бір өзіміздің қазақ халқына тән бұл дәстүр. Яғни оны сізінше нақты міндет ретінде қабылдамау керек. Міндет ретінде қабылдамау керек. Мен өзім 25 жыл Қостанай қаласында тұрдым. Ылғи орыстардың арасында қызмет істедім. Бір 5 этажды үйде жалғыз қазақ отбасы болдық. Біз сол кезде анам ауылда тұрды, енем алыста ауылда тұрды. Бізге айтатын адам болмады ма? Соны мен тіпті білмеппін де, елемеппін де. Түсінікті, Нұрқан әже. Мен мына кісілердің бәрінің пікіріне қосыламын. Бізде жаңағы қазір әже болсақ, бұрын жас болдық қой. Келіншек болып түскенде бірінші ұлды, сонда енем айтып отыратын, осы ана бұрыштағы ана бір әжең келіп, ай мен жоқта тұсау кесіп кетірмеген, абайлаш дейтін. Оны түсінбеппін. Бір күні енем қыдырып кеткенде жаңағы әже келді дағы, дереу бірінші ұлымның тұсауын кесті де кетті. Неліктен кескізгісі келмеді ол кісіге? Енді айтайын деп тұрғаным. Сосын кейін келгенге
апам мына келіп кесіп кетті, анау әже келді дедім. Ойбой, сол сияқты қыдырма болатын болды ғой деді. Сондағы сөзі, мен ойлаймын, енді ол кезде мән бермедім. Иә. Сол балам енді, мен де батыр анамын айналайын. Сол балам басқа балаларыма қарағанда қыдырмашынында. Осы жер көкте тұрмайды. Өзі музыкант. Мен айтамын, музыкант болған сондай болды ма екен деймін. Ол бір тұсау кесу деген ол кездерде бір жаңағы біреуге ат мінгізіп, біреуге бір жаңағы тапқан тайыншаңды беріп сөйтіп жатасың. Ал енді әркімнің әлгі сіз айтпақшы, көрпеңе қарай аяғың соз деп, өзі бір саттастыр ғой. Негізі кессең, оның ешқандай қай нәрсе, мектеп ашып жатсаң да алдыңда бір лента кесіп жатасың. Болмаса бір нәрсені ырымдап жатсаң да бір нәрсені істеп жатасың. Бұл енді баланың бір алғашқы бір қадамы, құтты болсын деген мағынада. Лента кесуде сол тұсаукесердің бір түрі сияқты ғой. Мен келісемін. Еш нәрсе жоқ, ол үлкен қылып жасамасаң да, өз ойыңдағы адамға кесіп жүрші. Өзімізге талай келіндеріміз кестірді. Бірақ біз бір нәрсе апарып, одан бір нәрсе киіп, ондай нәрсе жоқ. Сіздің сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Кестіру міндет па деп Олжас? Иә. Негізінде тұсау кестіру біріншіден бұрын бабаларымызда қалған бір көненің көзі дәстүрі болса, екіншіден қазіргі таңда 21 ғасырда ата-ана соны міндет қылып санайды. Оны жасырмауымыз керек. Ата-ана міндет қылады соны. Менің осы балам кейін айтпасын. Ол бір болмаса бала өскеннен кейін біреу көршінің әжесі айтады, балалар айтады, кезінде сен тұсауың кесілмепті ғой деп. Сондай ырыммен, иә, қазіргі ата-ана міндет қылып соны істейтін заман болды. Енді мен кешіріңіздер, өзім негізі осы өнердің асабамын ғой. Біраз көріп отырық, сонда бір ағаларымыз, бір жеңгелерімізден сұрайсың, мына кісі кім десең, білмеймін, күйеуімнің жұмысындағы бастық екен деп айтады мысалы. Білмейді ол кісі. Олар үшін құрметті азамат болып тұр ғой сонда. Күйеуімнің жұмысындағы прораб екен, болмаса анау екен, мынау екен, өзі білмейді, әйел адам, анасы білмейді. Ал күйеу әкеле салады мысалы. Дәл сол уақытта бір сәт қалғанда тақ еткізіп әкеле салады сол майданға. Мысалы, айтарымыз, жаңа сіз айттыңыз ғой, міндет па деп. Негізі ол ата-ананың парызы емес, ол қазақтың бұрыннан қалып кеткен, нүктесі қойылып кеткен дәстүрінің бірі. Болу керек әрине. Бірақ бар ғой, мысалы, мен өз ұлым бар, 7 жасар. Тұсау кескен кезде әкеме кестірдім. Себебі әкем мен өзі қызметкер адам. Мысалы, жаңа әже айтқандай, ортадан өзі алыстан көрініп тұратын кісі өзі сондай жақсы сөйлейді, бәр жағынан неме дамығанда, сондықтан әкеме кестірдім. Әкем сияқты емес, ана ұлым сүріншек. Қайда барса сүріне береді. Мен айтам ғой, мына баланы буын ұстамай ма деп. Сондықтан мына тұсау кесер оған байланысты емес деп ойлаймын. Оған тағы да тұсау кестіріп көрдіңіздер ме? Басқа біреуге кескізіп көрейікші дегендей. Басқа біреуге де кестірдік. Үлкендікінде басқа біреуге кестірдік. Бір жездеміз өте неме сондай подполковник, сондай кісі өзі бәр жағынан тамада да бәр жағынан дамыған. Сол кісіге кестірдік. Үлкен ұл да сүріне береді. Оған байланысты емес деп ойлаймын мен. Келсесіздер ме осы жаңағы? Тұсаукесер деген біздің ата бабамыздан қалған ырым. Тәй басып тек жаңа жүріп келе тұрған бала, жаңа жүріп келе тұрған бала сүрініп құлай береді. Бір жастан асып кетті, әлі жүре алмай жүр. Сосын айтады ғой ана әжесі, мынаның бірдеме қылып ырымдайықшы, біреуді шақырайықшы. Мүмкін сонда жүріп кетер. Баяғыдан қалған ырым, оған тек сену керек. Сену керек мына неңменен. Жаңа сонда сүріншек болса, бала яғни сенбеген бе сонда? Жаңа сүріншек бала болып тұр, сонда сенбеген бе кескенге? Сенбеген бе білмеймін, оны қалай екен білмеймін. Мен білемін, ата бабамыздан ең бірінші бұның басталғаны тұсаукесер. Себебі ана баласын немересін көріп, солай сүрініп, уже жастан асып кетті, жүретін уақыты болды. Басқа балалардың бәрі 9 ай, 10 айда жүріп кетті. Ол деген мынау жүре алмайды. Сосын алғандай ата бабасының бір жақсы көрген емес, енді сыйлы қартке келдіріп ырымдап, осылай тіпті мынандай ала емес, дымда емес, кәдімгі анандай шүберектен бейткенде кестірген. Сол кестіргеннен кейін, 2 күннен кейін ана бала кәдімгі жағалап жүріп, содан кейін тіке жүріп кетіпті. Әрбір ырымның астында терең тәрбиелік мән жатыр. Неге? Ол деген кішкентай енді 1-2 басып жүрген баланы ала жіпті аттама дейді. Ала жіпті аттамаған адам қандай болады? Ол ұрлық істемейді, ол басқадай нәрсе істемейді, өтірік айтпайды, өмір бақи адал болады. Байлар қазір бәсеке болып атырған, молаға дейін бір-біріне бәсеке болып атыр ғой. Ырымның жақсы нәрсе. Мынандай қылып, мен сондай қылып, бәсеке қылып, өзі оларға ермек керек ақшаларын шашу үшін. Солар әдемі, солар кестіреді. Қазір расымен бұл бәсеке болып кетті ме? Өзге студияда қонақтарымызға сөз берейікші. Расымен бәсеке ме қазір?
бәсеке ойбай, ана ресторанға барып кесіп жатыр ғой. Мына айтшы, мына бала мына тойдың қалайына бар. Ресторанға барады да, ойбай, оған шашу бересің, оған бірдеме десің. Тойға келіп отырған адамның еще тұсауын кеседі сол жерде. Қазақ халқы жалпы өзінің баласын ешқандай кем санағанын қаламайды. Бәсекелестік қазақ халқында бұрыннан бар, ешкімнен кем түскісі келмейді. Мысалға тойдың өзі бәсеке, оның өзі қазақ халқы тұрмысының өзі бәсеке. Енді былайша алып қарағанда бұрыннан келе жатқан қазақтар бала тәрбиесіне өте мән берген. Түсінікті, Сабыр Шатай. Бөпіш апамыз айтсыншы, Бөпіш апамызға сөйлейікші. Бағанадан бері ала жіп ұстауға бірден айтысы келіп отыр. Бөпіш апамыз. Сіздерге бұл дәстүр баяғыдан бері келе жатқан дәстүр. Неге қара баланың тұсауын кескенде неге ағызып, неге қара жып? Біз бата бергенде жолың ақ болсын деп, мынау көбірек ақты қосамыз. Мысалы, баланың тұсауын кескенде сен батыр бол деп қамшы ұстатады. Одан кейін неше түрлі бәрін қояды ғой енді. Соның бәрі ырым. Ал ана тұсауды әкесіне кестірген мен бірінші естіріп отырмын. Оны бір көрші көлем, не болмаса бір білікті, бір текті жердің адамдарына кестіретінін білеміз. Оған туыс болмау керек деп отырсыз ба сонда? Оған ешқандай не қоймайды. Сосын кезінде көп сұрақ туындайды, кімге тұсау кестіртеміз деп. Сол кезде былай айтады, қыз балаға әйел адам кесу керек, ер балаға ер адам кесу керек деген тағы туындайды. Өйткені егер ер балаға қыз әйел адам кессе, мүмкін мінезі кішкене қыз мінезді болып қалады. Қыз мінезді бола ма деген тағы сұрақ туындайды. Оған байланысты болмаса, өзімізге келген адам өзі сұрайды, сондай сауал қояды. Тарихқа үңіліңіздер. Оның бәрі беріде өзің көкірегінен ойлап табылған нәрсе. Мысалы, кітапта, тарихта мынандай деген бар. Сіз енді, Мадина ханым, сіз қазір енді той ұйымдастыру агенттігінің өкілісі ғой. Қазір көбінесе қалай сол сақтала ма? Ер балаға ер адам кестіру? Ер балаға ер баланы кестіртіп жүр да, әйел балаға әйел адамды кестіртіп жүр. Бірақ қазақ тілі мен әдебиет фольклорлық деген өзі бір пән бар, университет кезінде. Қазақ тілі мен әдебиет факультетінде сол кезде мысалға әр түрлі жан жақты ғылымдар, шынымен жан жақты. Өйткені біреу қайшымен кессін дейді, ал біреу пышақпен кессін дейді. Дәл соған келген деді. Мен 3 жылдың тұсауын кестім, олар барлығы, мысал, қыз мінезді емес, өрлі, сондай. Ол тегіне байланысты, ол бірінші тәрбиеге байланысты. Қыз мінезді, еркек мінезді не түгі. Сау кескенге ол қарамай, қыз кесті ма, ұл кесті ма? Жоқ. Сонда ол ер бала, қыз бала дейінге байланысты мінезіне. Мінез, ол тәрбие, сау кескен немене бұл? Мен 3 ұл баланы кестім. Мынандай жігіттер. Көктесін деп көкшекпен кескен, есіп. Біреуін бай болсын деп тоғышекпен кескен, есіп. Түсінікті, міне, апамыз, Аманкүл апамыз тура сол заттарды әкеліп қазір көрсетейікші осы жерде. Біздің қазақ баласына кім, қандай болсын деген мақсатты көздейді. Сыйлы болсын, қадірлі болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы болсын, азамат болсын, елінің ұлы болсын деген сияқты ең өзінің көңілі қалаған, қалпына сол аймаққа атағы шыққан деуге болады, абыройы шыққан. Сол адамға кетер. Ұл ма, еркек па, әйел ма, оған байланысты емес. Еркекке байланысты әйел бар. Солай ғой бізде. Қазақта еркекке бермейтін әйелдер бар. Үлкені, сол әулеттің үлкені болатын болса, неге ол әйел кеспеске ер баланы? Ол әйел ана, азамат, сол елдің, сол әулеттің мама әжесі, ару анасы кесте болмай ма? Кесте болады. Мен енді үш нәрсемен кеседі. Үш нәрсемен кеседі. Қазақ әрбір ісінің арыстарында мәніне жатыр, мағынасы жатыр, философия жатыр. Ең бірінші, қазақ ала жібін қайтеді, ала жіппен кеседі баланы. Өйткені ала жіптің аттама, азамат бол, адал бол, еліңе жұртыңа адал бол. Қара мен ала ақты ажырата біл, жақсы мен жаманды біле бір. Ара жігін ажырата біл деп осымен кескен. Енді ол бала әрине сондай болуға тиісті. Біздің мақсатымыз сол. Екінші біздің қазағымыз бай болуды да жақсы жек көрмеген. Солай ғой. Байлықты да жақсы жек көрмеген. Сондықтан қазағым менің тоқшықпен кескеніне тоқшық. Тойдың тоқшығы, малдың тоқшығымен кескен. Бұл енді екінші түрі. Енді қазақ өну өсуде бірінші армандайды. Сондықтан көбейсін, өссін, көгерсін.
деп көк шөппен де кескен. Енді қандай, мысалы мен жаңа ел айтып отыр ғой, кестім, маған да кестірді, маған да кестірді. Тура қыздың сіз сияқты, ұлыңыз сіз сияқты деп жатады. Енді мұндағы мақсат сол адамға ұқсас болу үшін, соның мінезінің қалпын қабылдасын, сондай адам болсын деген мақсат. Ең бастысы сол адамның мінезі ғой сонда. Бір минут тоқтай тұрыңыз. Біздің қазақ ырымшыл халық. Тоқтаңыз, бір минут. Біздің қазақ ырымшыл халық. Ырымшыл. Мысалы, тұсаукесерде де ырымдап, жақсы адамға кестіреді. Кіндік кескенде де ырымдап жақсы адамға кестіреді. Ал ырымдап жақсылыға жориды. Жақсы болса екен дейді. Ілгеріден жақсы үмітпен істеледі осының барлығы. Соны айтып жатыр мен. Бірінші арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс, бағдарламаның келесі бөлігінде тұсаукесер тойын кім қалай өткізіп жүргенін білетін боламыз. Арнадан алыстамаңыз. Бірінші арнада пендеміз ғой ток-шоуы тұсаукесер салты жайында талқылап жатырмыз. Бізде арамызда қазір студияда қонақтарымыз барлығымыз тұсаукесерді көрдік. Тоқ-шекпен кесіп жатқан баланың тоқ-шек арқылы кесіп жатқанын көрдіңіздер ме өздеріңіз? Көрген жоқпыз. Мен өмірімде көрген жоқпыз. Кенжебек мырзаға сөз берейікші. Сіз өзіңіз той жүргізген кезде көрдіңіз бе? Тоқ-шекпен кесіп жатқанын, шөппен кесіп жатқанын. Жоқ. Оны не үшін тоқ-шекпен кеседі? Тек қана алажып. Тұсаукесетін адамды таңдауға келген кезде оның өзі бәсеке емес пе қазір? Бәсеке. Біреу ренжіп кетіп жатады, мен неғып кеспеймін. Негізі мен кесім керек болған. Бұл неғып жаме айттым ғой, күйеуімнің бастығы екен деп айтты депші. Бірақ туысы келген, тонау алыс тараздан келген, кесем деп ойлаған. Бірақ кеселмаған, ренжіп кетіп қалды тойдың. Микрофон менен жылып алды да, айтарын айтып шығып кетіп қалды. Қазір нақ осы тұсаукесерге ғана арнап дүркірет той өткізіп жатқандар бар ма? Жоқ, бар. Олжас мысалы бар ғой, біздің қазақтың, мен айтайын, бәсеке өте. Мысалы, кризис дейді, қарамайды. Бірінші сыныпқа барса, тіл ашары бар. Жаңағы тұсаукесер кризис болып жатқан да жоқ сияқты. Болып жатқан жоқ. Тұсаукесер не керек? Мен ойлаймын, жаңа айтып жатыр ғой, адамдар өкпелеп жатыр. Мысалы, өзі үйде шамалы адам шашылған, қазақтың тек шашылғаныға мақтанғандық. Міне мақтану керек қой. Бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын, жаңа айтып жатыр ғой, Кенжебек өкпелеп кетіп жатыр. Мысалы, өкпелемей соны мысалы өзінің жаңағы айтып отыр ғой, өзі бір дәрежеде сыйлы бір адам сол нетсе, тозығы бар дейді. Қазақтың қазіргі мақтанғанының түбірі неден шығып жатыр? Баланың біреу-ақ, екеу-ақ болғаннан шығып жатыр. Әр семьяда өзінің бір ұстаным бар. Біз осы жылы осындай жаққа тойға бардық. Мысалы, менің әкеші, мен жасырмайын, семьялық құпия ғой, жазып жүреді, біз анаған анша апарды деп. Енді мысалы, мен үшін, мысалы, мен ақшам болмаса той жасаймын, неге? Өйткені халық тойды көтереді. Ұят болады. Сол той өзімен өзін жабады. Ол қалтасынан ештеңе кетпейді. Тато қалтасы түспесе, қалтасынан ешқандай шығын шықпайды. Солай істейді. Оның қалтасы бар адам дұрыстап ұйымдастырмаса. Бес жыл қалды, 3 жыл қалды. Той бола берсін. Шамасы болса, жағдай болса, жағдай жоқтарлар жасап жатыр ғой. Жағдай бар, жасай берсін. Сүндет той жасайма. Көрпеңе қарай көсіл дейді ғой. Көрпеңе қарай. Бар жиған тергенде бір тойға барып өткеремін дейміз ғой. Қазақ айтады. Жиғаным тергенім тойға шашылсын деген қазақпыз ғой. Сондықтан біз дүниеге қарамай, өзімізді қуанышымызды паш етеміз. Қуанышымызды қуана білеміз, және елге көрсете білеміз. Сол үшін той жасаймыз. Қазақ халқы... Мадина ханым, қазіргі... Азына жүрген жері әзіл қалжың қазына. Қазақ үшін тойын тойлау түк емес. Той қазаққа Құдай берген қазына дейді. Олай болса, осы тойларға жиған тергенінде несие алып та, қалай болса да әйтеуір той жасауға тырысады қазақ халқы. Барлығын тойда көрсетеді. Барлығында жоқтығында тойда. Бәсекелестік барына келісесіз бе? Бәсекелестік бар, шыныменен бар. Біреуі таққа шығарып жатады, біреуі аттың үстіне мінгізіп жатады мысалға. Кейбіреуі қарапайым бағасына қарап, қарапайым тұсаукесер жасайды. Мысалға халық өзіңіз жеке басыңыз оны қолдайсыз ба? Қолдағанда былай келеді да, мысалға, бір клиенттер келеді, мысалға, рестораны 3 мың, 4 мың тұрады, ол кезде олар, мысалға, театрлық қойылым алып, ондай үлкенді бірлі жасамайды. Бірақ кейбіреу көңілінде тұрса, шоу-программаны алмаса да, дәстүрге көңіл бөлетте, салт дәстүрін басын салтанат түрде әдемілеп тұрып ашады дәстүрмен. Ал біреулері болса, жаңағы жыланмен би, аниматорларын, қалған мыльный пузыри дейді, бүкіл шоуларын толтырып ала береді.
ол адамның өзінің сана сезіміне байланысты. Біреуге салт дәстүр керек, біреуге шоу программа керек. Ондай тапсырыс болса, той ұйымдастырушыларға жақсы ғой. Той ұйымдастырушыларға жақсы ғой бір жағынан. Біз мынау қанша айтсақ та, қалай айтсақ та, қалай шыдасақ та, қазақ халқы менталитетіміз. Бала шағамыздан аямау, тойдан аямау. Бірақ әркім шамасы келгенше өзінің жағдайына қарап жасаған дұрыс. Бірақ бұл той еш уақытта да қалмайды. Мынау артта тұрған жаңа балам дұрыс айтты. Тойға шыққан шығын сол адамдар қайтадан сол қалтасына келеді ол. Қазақтың дәстүрі ол. Бізді той бастау, сол суманы қайтадан жинап аласың, қалтаңа түседі сол. Той бола берсін қазағында. Үйлену тойға қанша шығындалса, бір жасқа да сонша шығындалатын күндері бар, ондай. Түсінікті. Ортада отырған Мадина ханым, естуімше сіздің тұсауыңыз кесілмеген. Бір айтқан затты 90 рет айта бермеңіз. Сіз сол тұсауыңыз кесілмегеннің кесірін көріп жүрмін деп айта аласыз ба? Айгүл ханым, кешіріңіз. Мадина, тұсауыңыздың кесілмегенінің кесірін көріп жүрмін деп айта аласыз ба? Маған тұсау кесілмеген. Жоқ, мен сұрадым ғой. Ол кімнен сұрадың? Үлкендерден, әулетіміздің. Үлкен емес, әкең шешеңнен сұра. Әке шешемнен де сұрадым. Сұрақ қою жағын маған қалтырыңызшы. Шынайында маған тұсау кесілмеген, бірақ бүгінде жасым 22-де болса да, үйтіп құлап, сүрініп, шалынып, осының зиянын көріп жатырмын деп ойламаймын. Бірақ бұл қазақ ырымға сенгіш. Мен өзім жеке басым дәстүрлерімізді құрметтеймін, бірақ қатты наным неге сене бермеймін. Дегенмен, бұл неге бар бізде? Қазақта ол тұсау кесер болсын, және басқа да дәстүрлер болсын, ол керек. Яғни ол жақсы нәрсеге баулайды адамға. Жақсы ниет айтады. Оны сіз айтасыз жаңа, кішкентай бала не біледі деп. Ол білсін, білмесін. Оның болашағын жақсы сөз, жарым ырыс деп айтады ғой мысалы. Ол жақсы болсын, үлкен болсын, әдепті болып өссін, көрікті болсын деп жақсы ниет бұл жерде. Ниет қана болып тұр. Шалынбайтын тияқ жоқ дейміз ғой. Енді өзіңіз бір сәтсіздікке тап болған кезде, мен тұсауымды кесу керек еді деген сияқты ой келмей ме? Студент кезімде осы дене шынықтыру пәнінде баскетбол ойынын жақсы көремін. Мен көп ойнаймыз, топта ойнағанбыз. Сол кезде бір күнде 6 рет па 7 рет қыладым. Сол кезде жаңағы физрук келіп айтты, ай Мадина қызым, осы сенің тұсауың кесілмеген деп. Өзім күліп жібердім. Сол кезде тағы ойланып, үйге барып сұрадым, мен тұсауым кесілмеген ба деп тағы бір рет уже подтверждение керек болды. Сөйтсем, иә кесілмеген деп айтты. Ондай жағдайлар болды, бірақ одан кейін ондай айтарлықтай. Сол кезде мен тұсауымды қазір кесіп беріңіздерші деп айтқан жоқсыз ба? Жоқ. Ондай айтылмады. Енді менің естуімде осы 20-дан асқан, 25-тен асқан бір қыздың тұсауын кесіпті, оның бейнесі әлеуметтік желілерде жүр. Негізі ол жасқа қарай ма тұсау кесу? Міндетті түрде бір жастан кейін кесу керек па? Кішкентайында кесу керек оның. Жаңа айтып жатыр ғой, үш рет кесуге болады. Күйеуге шыққанда күйеуде кесілі? Мүмкін болады, мүмкін болады. Жоғарда қонақтарымыз қосылайықшы. Сүріне бересің, түрі бар, үш рет үлкен жігітті сүндетті ажырғамай деген сияқты. Солай сияқты болып тұр ғой. Сіз мысалы қызық сұрақ қойып тұрсыз. Тұсау кескен ол уақыты бар ма деген. Сіз мысалы үлкен жігітті сүндетке отырғызу деген сияқты. Сонымен бірдей болып тұр сіздің сұрақ. Жоқ, неге? Үлкен жастағы жігіттерді сүндеттеліп жатыр. Ой, ондайды ғой. Енді менің өз көзіммен көрген сол 20-дан асқан қыз кәдімгідей тұсауын кесіп ақ жолмен кетіп жатыр, оған кәдімгідей бата тілек беріп жатыр. Не затқа кесіп жатыр? Ол оны қандай диагноз қойып жатыр оған доғдырлар? Әбден шалынып жалыққан болар енді. Мен оны докторлармен тілдескен жоқпын, өкінішке орай. Причинасы болу керек, ол неге? Енді жалыққан шығар шалынғаннан. Сөйлей бер, маған мен кім неғып түсінер үндемей. Сізден жағаласпайсыз мына жерде. Айнұр ханым, айтып өтші. Жалпы тұсау кесу деген біздің күні бойы айтып жатырмыз ғой, көне дәстүріміздің бірі деп, дәстүріміз, оны сақтау керек, қуанышты бөліскен дұрыс. Мен жасқа қарайды дегенге, жасқа қарау керек, меніңше 7 жасқа дейін шығар деп ойлаймын енді өз басым. Бірақ нақты білмеймін. Өз басым мысалға мен ұлымның да қызымның да тұсауын кестім. Бірақ ондай бір танымал адамдарға емес, өзіміздің отбасымызда, өзіміздің туыстарымызға бір ырымдап, ұқсасын деп, яғни ысырап жасамай, ашылмай, шашылмай, ол жағдайдың жоқтығында емес, жағдай бар, бірақ ондай ысырап жасауға біз ешқандай не болған жоқпыз. Ортадағы әжелерімізден сұрайықшы, неше жасқа дейін баланың тұсауын кесу керек?
айтып сол өтсін. жалпы апыл тапыл басып жатқан кезде сол кезде кеседі ғой. Ол сүрінбесін, жығылмасын, болашақта да сүрінбесін деп. Иә, біздің қаламызда бала егер дұрыс тұсауы кесілмей, кейбір бір жағдайлары болып құлап жатса, сүрініп жатса, мектепке барғанша дейін жаңа қалған 2 тұсауын кесіп тастайды екен, иә? Көкшетау қаласында да ондай бар, Бурабайда да бар. Сосын жоқ, егер қаласа дегенім ғой. Жаңағы сияқты, Мадина ханым сияқты, міне мысалы, енді есейді ғой. Тұсауын кесілмеген, енді бір сәтсіздікке тап болғаннан кейін қайтадан оғат еді, сенің тұсауын кесілмеген дейді. Ол бір психологиялық тұрғыдан бір соққы болуы мүмкін бе? Психология мұнда үлкен кәдімгідей мәні бар. Иә, бұл біздің қазақтың әрбір ырымы, әрбір салт дәстүр сондай терең психологиялық неден де табуға болады. Мағынасы өте керемет. Сіз мысалы, егер сіз, Айнұр ханым, сенетін болсаңыз, кейбір әр өзіңіздің бір болады ғой күнделікті, бір нәрсе болып қалады, бір қара жаңағы не болып қалады, проблемалар болып қалуы мүмкін, иә? Сол кезде өзіңіз, мынау менің тұсауым кесілмеген, сондықтан солай болды десеңіз, осы проблема сізге одан әрі 25-ке жетпей, давай кестір. Одан да түйіндей бересіз да. Ал егер сенбесеңіз, мен тұсауым кесілмесе де, мен сондай ақылдымын, сондай көріктімін, менде бәрі жақсы болады десеңіз, ол өте керемет болып ары қарай өмір сүре аласыз. Міне көрдіңіз бе қандай жақсы, иә. Әзіл ретінде қараңыз, дұрыс. Егер кесілмесе, әзіл ретінде қараңыз. Былай шынайы неге алып көрдіңіз бе, өзіңіздің қалай қабылдайсыз әзіл ретінде, солай сіз де оны қатып проблема ретінде қабылдамайсыз. Бұл өте жақсы. Өзім негізі 2 балам, жаңа 3 балам бар. Үлкен енді бір кісі кесті, тоже жақсы кісі. Екіншісін өзімнің қайнапам кесті, Имран деген ұлымның. Енді дәл ырым деген сондай керемет терең мағына екенді таң қалам. Жүрген жүрісі, жаңа тез бүткіл бір уақытта бірнеше жұмысты істеп кету соған ұқсайды. Ал үшіншісін бір жас қыз кесті. Дегенмен мен үлкен кісі таба алмадым дәл сол кезде, бірақ уақыт өтіп бара жатыр, 3 қадам жасады, тез жасау керек болды. Оны бір әнші қыз кесті. Өзімді сондай жақсы көретін, бір-бірімізді сыйлайтын. Ол балам қазір 2 жаста ән айта береді. Күні бойы ән айтады. Яғни тұсау кескен адамның қасиеті көшірілетіні бар ғой. Негізі сену керек екен. Егер мен ана ретінде кісіге еще аузына түкіртіңіз. Вот сонда тартады. Мысалы қараңыз, негізі мен оны прям сондай болады деп айтпаймын, иә, бірақ сенсеңіз, мен өзім сендім, сенгім келді, өзімді сендірдім. Түсінікті. Мадина, қазір тұсауыңызды кесеміз десе келісесіз бе? Иә, келісемін. Сіз баскетболға қазір әлі барып жүрсіз бе? Бар жүргенде өзім жұмыстан кейін кешке ойнап жүрдім. Негізінде мен спортсмен болғам ғой, Олимпиададағы. Кезінде, сонымен кесіп берем. Мына жақта енді кесетін адамдар да дайын тұр екен. Сіз енді қазір сол тұсау кескеннен кейін өміріңіз өзгереді деп ойлайсыз ба? Өзгереді. Жақсы, жаңа айттым ғой, ол себебі сенет, Мадина. Қазір көзімен көріп тұр, апайларды көрді. Ол сенет, это еще самовнушение, аутотренинг. Халық салт дәстүрдің жасынан өтіп кеткендіктен бұл жерде бізді бүкіл халық көріп жатыр. Сондықтан Мадинаның тұсау кескен бұл жерде дұрыс емес деп санаймын. Өйткені біз халыққа үлгі болып отырған адамдардың ретінде саналады бұл жердегі шешім қабылданады бұл жерде. Бір несін кеспейміз бе? Мен қарсымын. Бөліп кесіруге болады. Бұл жерде қанша үлкен кісілер отыр, ол үлкен өте жақсы нәрсе бұл. Онда не қыл деп айтыңдар мана? Түсінікті. Рахмет. Жаңа енді ала жіп туралы айтты ғой, ала жіпте қара мен ақ түсті ғана болады. Енді менің бірнеше тойда көргенім, оның ішінде қызыл да, жасыл да түсі болады екен. Ол дұрыс па? Неше түрлі залды безендіреді, сол түске байланысты. Мысалға, сиреневый цветпен безендірсе, сиреневый алып келеді ала жіп. Бірақ біз өзіміздің, мен өзімше салт дәстүр өткіземін, тұсау кесу рәсімін озвучивать етемін. Сол кезде, мысалға, мен өзімнің ала жібін айтамын, мен тек қана ақ, қара жіппен кесем деймін. Көк, жасыл, қызылды. Ол сонда жасыл, қызыл деген нені білдіреді? Кім біледі? Нені айтады? Ол ештеңе білдірмейді, әшекей безендірулеріне. Мынау ақ пен қара жіптің не үшін керек екендігін Аманкүл қажы өте жақсы айтып өтті. Әдемі айтты. Бәрімізге түсінікті болды. Мына жасыл, қызыл, сиреневый деп жатыр жаңа. Олар не үшін керек? Ол нені білдіреді? Мағынасы жоқ. Ақ пен қара ғана болады ғой. Безендіруге ғана. Дәстүрдің негізін білмейтіндер осы шындығында да. Салт дәстүр кезде мына жердегі апаларымыздан артығы өтіп бірдеңе айтудың өзі біз жастарға кішкене ыңғайсыз болады енді жалпы. Бірақ менің де әке шешемнің айтуы бойынша менің де тұсауым кесілмеген. Кезінде тұсауым кеспеген екен. Бірақ енді осы жасқа дейін мен бір рет
шалынып былай жүгірген былай тұрсын, былай өмір жолында да шалынып көрген жерім жоқ, құдайға шүкір, енді құдайға шүкір деп айтайын. Бірақ әке шешемнің айтуы бойынша ең үлкен әпкемді тұсауын кескен екен. Тұсауын кескен кезде ол әпкемді бір мектепте талай жыл жұмыс істеген, көпті көрген бір үлкен әжеге кестірген екен. Осы сияқты жақсы кісі болсын. Оның байлығына, атақ-тағына қарамаған, осы сияқты жақсы халыққа пайда істейтін, жұртқа пайда істейтін адамға кестірген екен. Әзір сол әпкем жасы 27-ге келді да, сол әпкем. Уже бір мектептің директор болып отыр сол әпкем. Дәл сол сияқты болып отыр енді. Жолын берді. Түсінікті. Бірінші арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс, бағдарламаның келесі бөлігінде тұсауды қалай дұрыс кесу керектігін көрсететін боламыз. Арнадан алыстамаңыз. Бірінші арнада пендеміз ғой ток-шоуы. Біз тұсаукесер салты жайында талқылап жатырмыз. Апамыз, қосар ойыңыз бар сияқты. Ененің қолына түстім де, енем қолына түстім. Мына көкшөптің себебін айтайын деп отқаным. Енем, әй, мен сенің мына қайнағаларың бәрі мен босанған кезде көкшөпке орап алған менің енем. Соны ұмытпаңдар. Біз неғып көктің ұлымыз, біз көктен жаралғамыз. Босанған кезде поляда жүрген білмеймін, көкке орап алған екен. Сөйтіп көктің ұлы қойып кеткен екен нелерін, аттарын. Мен көктің себебін содан айтайын деп отырмын. Көбейсін көк құсап деп, көкке орап алған екен балдарын. Көпшіл болсын. Иә, көпшіл болсын деп көкке орап алған екен. Түсінікті. Анияш апамыз. Шүкір Аллаға, егеменді ел болдық, дербес мемлекет болдық. Енді бұрынғы өткен дәстүрімізді, салт дәстүрімізді жалғастырып, қайтадан жаңғыртып жатырмыз. Соған мыңда бір шүкіршілік дейміз, қуанамын даже. Сол енді салт дәстүрімізді біздің жастарымыз ұмытпай, әрі қаратай жалғастырып, бәрінде де білімі бар. Сондай жақсы білімдерін көрсетіп жатыр. Мен соған қуанып отырмын. Иншалла, салтымыз, дәстүріміз ұмытылмай жалғаса берсін. Әр уақытта да. Қазағым қазақ болып қала берсін әрдайым. Енді тұсау кестірген, мен бірнеше тұсау кесуді көрдім, бірақ көбінесе үйдің ішінде қарапайым көрші қолаң жақын туыстарды шақырып солай кескен. Жалпы енді қайсысы дұрыс сіздердің ойыңызша? Қазіргі заман талабы ма тойханада өткізу, әлде үйде өткізе салған? Жоқ, заман талабы емес. Адам өзіне байланысты. Мысалға мен де ұлымның тұсау кесуін үйде өткіздік. Жағдайына қарай халық, көрпеңе қарай аяғын соз деп, солай өткізген жақсы. Мейлі жағдай келсе берсін, болмаса жаңағыдай үйде өткізсін. Бәрін жинау керек емес ол. Жақын жұрағат, өзің қайын сіңлің, ана қайының жеңгелерің, абысындарыңды жинап, үйде істеген сол дұрыс деп ойлаймын, себебі ол өзі тума туысқан білет. Ертең өсе келгенде ол бала тумас туысқанның арасында өседі. Сонда айтады ғой, ой, мына Асланның несінде болып едік, үйде шақырды ғой жеңгеміз. Асланның осылай айтып тұсауын кестік қой біз деген. Өзі сондай ана тартқан екен ана, кімге деп. Сол өсе келе ана баланың миына да қонады. Қай жерде отырса да сол балаға айтып отырады соны. Ол бүтін жұрттың бәрін жинап, ресторанға ол кісілерге не керек? Олар ертең ұмытады да кетеді. Жалпы халықты сөгуге болмайды. Кейбір ата әже бір көптен көткен немересі шығар, қуанып, үлкен асыр салып, той жасағысы келеді, жасасын. Бірақ шектен шықпай, әркім өзінің шама шарқынша жасау керек. Немере баладан тәтті болады ғой. Әрине, немере сол енді мүмкін ол ата-анасы әлі жас білмей шығар, мүмкін ата әжесі жасағысы келеді шығар. Ол өте дұрыс, енді бар болса, өзі той жасау үшін жарылған халықпыз ғой, өзі өмір бойымыз тоймен, қонақпен өтеді өзі. Шынын айтқанда. Енді мен ғаламтор беттерінде осы тұсау кесу тақырыбы бойынша біраз мәлімет іздедім. Сонда бір мақала жүр екен. Қазіргі тұсау кесу ме, тұсау қию ма? Кесу ғой. Кесу қазақ. Қию деген оның мақаланың мәнісі неде? Қазір көбінесе баланың тұсауын қайшымен кеседі. Бұрындар пышақпен, қанжармен кесетін дейді. Қазір енді қайшы қолданған дұрыс па, одан ештеңе өзгермей ме? Заман ғой, заманына қарай ғой. Тұсау кесу, заманына қарай ғой, болғасын, оны пышақпен кесу. Пышақпен кесу. Ешқандай қайшы болса, оның өмірі қайшыланып кетеді. Қайшы, оның да бір мәні бар қайшымен кескен. Пышақпен кесудің несі, нәтижесі, ол неден? Немен кесу болғасын, тұсау кесу болғасын. Оны пышақпен кесу. Бұрынғы қанжармен де кескен, пышақпен де кескен, бірақ та былай жоғары түзін жоғары қаратып кескен. Бала ынжық болмасын деп. Бала ынжық болмасын, сонда өткір болсын деген мәселемен кесілген ғой. Яғни міндетті түрде жоғары қаратып, баланың артынан тұрып, иә?
артынан тұрып жоғары қарап Соған да сауал көп қояды. Алдынан кесеміз бе, артынан кесеміз бе сонда деген ана негізінде ұсталған жаңағы пышақ болсын, қанжар болсын, өткір болу керек. Түсінікті, енді сол қанжардан ары қарай әңгіме өріп жатыр да мақаланың ішінде. Қанжарды бұрындары қыздарымыз емес, әжелеріміз емес, азаматтарымыз ұстаған дейді. Сонда тұсауды азамат кесу керек деп жазылған екен. Көбіне солай болған. Мына жерде бағанағы талқылаудан бәрінен қараған кезде оған қарамайды сияқты ғой. Жоқ, қазақта жалпы жақсы адам, сыйлы адам, абыройлы адам кестеді ол. Осындай азамат болсын деген үмітпен жақсы адамға кестіреді. Абыройлы адамға кестіреді. Және де сондай болса деген үміт болады, және соған ұқсап кету әбден мүмкін. Өйткені біздің намымыз ылғи жоғары қоямыз ғой, содан да болуы мүмкін, бірақ та бәрібір ғой, құрметті адам. Енді бағанадан бері тұсау кесуді қалай өткізу керектігі туралы сөз қозғадық, енді оны студиямызда іспен көрсетейік. Қазір барлықтарыңыздың алдыңызда баланың тұсауын кесетін боламыз. Қымбатты қонақтар, қазақтың ежелден келе жатқан салт дәстүр ырымдарын өткізуге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен ақ жолымызды төсесек, әжелеріміз. Шапалақтап отырайық. Ал енді ортаға қуаныңдар, ағайын тамсаныңдар, сүйіншімен маңайға жар салыңдар. Тұсау кесу есі келеді ортаға, ду-қол соғып, қошеметпен қарсы алыңдар дейміз. Бостан босқа тұрмайық, тойға шашу шашайық. Әжелеріміз, шашуларыңыз. Сіздердің де жанұяларыңызда осындай дүбірлі той болсын. Жығысты болсын дейміз, жығысты болсын. Ал енді қымбатты қонақтар, ең алдымен сәбиіміздің өмірлік ақ жолын киелі адыраспан шөбімен аластап алайын. Алас, 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 бәледен қалас, соқтының сөзінен алас, жаманның көзінен алас. Алас, 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 қазақтың аластау рәсіміне жақсылап бір қол соғып қойсаңыздар ағайын. Тәттіні кімдер жақсы көреді? Ол әрине кішкентай балалар. Олай болса, осы жанұяда кішкентай балалар көп болсын дейміз, жығысты болсын дейміз. Қазақта тоғыз құмалақ дейді. Қора-қора малға толсын деген ниетпен тоғыз құмалақ шашайын ағайын. Асылдың бірі күміс дейді. Бақ дәулетті болсын дейміз. Тек қана мына күмістің сыңғырындай күлкісі кетпесін. Жығысты болсын дейміз. Ал енді қымбатты қонақтар, тұсау кесу рәсімінің ең негізгі бөліміне көшетін болсақ, қазақта тоқ шекпен кескен, тоқшылық, молшылық болсын деген ниетпен, көк шөппен кескен, көбеюге, өнуге жассын деп, бүгінгі таңда сәбиіміздің тұсау кесуін ала жіппен кеспекпіз. Өмірде барлығы қатар жүреді. Жақсылық пен жамандық, ыстық пен суық, ер азаматы мен әйел азаматы. Олай болса, ортаға сәбиімізді алдыртайық. Бүгінгі тұсау кесу рәсімін жүргізуші Олжас сізге бұйырып тұр екен. Сол себептен қызымыздың тұсауын кессеңіздер деп. Рахмет. Ағамыз, өзіңізді ортаға шақырамыз, ала жіпті өзіңізге табыстайын. Сізде үлкен азамат болсын дейміз. Шексіздік қып байласаңыз. Қызымыз батыр болсын дейміз. Олай болса өзінің батыр ата-бабаларындай алмас қылышпен, пышақпен кесейік тұсауын. Бісміллә. Баланы екі жақтан ұстап тұрсаңыздар. Қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қаз балам, тақымыңды жаз балам. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Құттықтаймыз. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Сәбиіміз не таңдайды екен? Қане, келе ғой. Келе ғой мұнда, келе ғой.
Анасы, жақындатыңыз. Айсара нені таңдайды екен? Домбыра қойдық, өнер жолын қусын деп. Кітап қойдық, ғылымға жақын болсын деп. Қалам қойдық, жазушы ақын болсын деп. Шаңырақ қойдық, білдей бір шаңырақтың иесі болсын деп. Ақша қойдық, бақ дәулетті болсын деп. Қамшы қойдық, билік басында болсын деп. Қызымыз не таңдайды екен, қанекей? Кітапты таңдады, ғылымға жақын болсын дейміз. Ұлы Абай, Мұқағали аталарымыз да үлкен ғалым болсын дейміз. Жазушы ақын болсын дейміз. Ал енді әжелеріміз, өздеріңіздің әкелген кәде сыйлықтарыңыз бар екен. Олай болса қызымызға кәде сыйлық және дайындап қойған әжеміз, сіздің сыйлығыңыз қайда? Манадан бері дайындап, онда шашуыңызды шашайық. Тойымыз той қаласын дейміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менің мынау Ғабиден деген баламның Айсара деген қызын сауын кескізіп жатыр. Мына осындай азамат болсын, Олжастай ортада жүретін азамат болсын деп ырымдап. Алла тағала Олжастың қолы құтты болсын. Қадамы, менің қызымның басқа қадамы құтты болсын. Мен шашуым мінекей менің шашуым міне. Мен қызарымның жолына шашуым міне. Мынау шашуым мінекей. Той қаласы. Анау яқтарға шашуым мінекей. Анау балдар, кетсеңдеші балдар. Мына ұстап тұрсаңыз. Әжеміз жаңбыр менен жер көгерер. Бата менен ел көгерер дейді. Қызыңызға батаңызды берсеңіз, ырысты әжеміз қайды, сіз ғой. Осындай күндеріміз көп болсын. Мына бала шағамыз көп болсын. Беріп атқан ақ батамызды Алла тағала өзінің құдіретімен қабыл етсін. Олжастың қолы құтты болсын. Жасаған, жаратқан ем, мына бүгінгі қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрпын бүкіл теледидар арқылы тарқатып атқан күнге жеткізгеніңе мың қата шүкір. Өзіңнің бергеніңе шүкіршілік қылып, тойымыз тойға жалғасын, бейбітшілігіңді бер, ұлы халықтың бәрінің өзіңнен сұрап отырған арман тілегін бер. Перзенттеріміз көп болсын, көктеп көгерейік, өсіп өніп өркендейік. Әумин. Алла тағала қабыл ете көрсін, Алла акбар. Енді орамал тон болмайды, жон болады деген мынау Олжасжанға кигізіп атқан шапаным. Осылайынан кәде сыйлықты қабыл алыңыз. Қабыл алыңыз. Рахмет. Бүгін мен Айсара есімді бүлдіршіннің тұсауын кестім. Үлкен азамат болсын дейміз. Бұл мен тұсауын кескен бірінші бала. Сондықтан тек бүлдіршін үшін ғана емес, өзім үшін де ұмытылмас сәт. Сіздермен бірге болған Пендеміз ғой ток-шоуы. Аман сау болыңыздар.